Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырникидің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, керемет болып шығатын рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен сүзбемізді ыдысымызға салып аламыз. Мендегі сүзбе, қолдың сүзбесі. Сырникидің дұрыс шығуы тікелей осы сүзбеге байланысты, сондықтан сырникиға міндетті түрде құрғақ, сулы емес сүзбені таңдағандарыңыз дұрыс. Егер де сулы сүзбе болатын болса, марлемен суын сүзіп тастаңыздар. Мендегі сүзбе байқасаңыздар құрғақ және шашылып тұратын сүзбе. Осыған 1 ас қасық, қаласаңыз 2 ас қасық қант және 1,5 ас қасық манная крупаны 1 жұмыртқа қосып, жақсылап бастапқыда осындай қасықпен араластырып аламыз. 2 қасықтан көп қант қоспаңыз. Енді осыны блендермен біз езіп алатын боламыз. Себебі мендегі сүзбе шашылып тұратын сүзбе болғандықтан, қазір сырники жасаған кезде өз формасын ұстамай қалады. Сондықтан міндетті түрде осылай блендермен езіп аламын. Міне осындай масса болу қажет. Егер де сіздердің ірімшіктеріңіз қолмен жапсырған кезде жапсатындай, өз формасын ұстайтындай ірімшік болса, блендермен езудің де қажеті жоқ. Біздегі сырникидің массасы дайын, енді формасын жасайтын боламыз. Ол үшін осындай ұнға ауната отыра жасаймыз. Ұнымызды сеуіп аламыз да қолымызбен өзімізге қажетті көлемде алып, домалата отырып, және де 1 стаканның немесе ортасы ойық бір затпен шет-шетін видеода көрсетілгендей осылай дүзулеп алатын боламыз. Бұдан үлкенірек және биіктеу етіп жасауға да болады. Маған өзіме осылай кішкене кішірек, тайпақтау болғанын айтты, себебі тез пісетін болады. Міне екіншісінде жасалу жолын көрсетіп жіберейін. Өзімізге қалаған мөлшерде сырникиді алып, домалақтап, ұнға аунатып, кейін дайындап қойған стаканымыздың көмегімен шет-шетін осылай домалата отыра түзулеп алатын боламыз. Томпақ қылып істесеңіздер де пісетін болады, ол жағынан қорықпаңыздар. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Осы күйінде морозилкаға қатырып қойып, қатқан күйінде қуырып беруге болады. Таңғы немесе бірден қуырсаңыздар да болады. Табамызды отқа қойып, май құйып қыздырып аламыз. Қыздырылғаннан кейін осы сырникиларымызды барлығын орналастырып шығамыз. Қатты көп шылқылдатып май құюдың қажеті жоқ. Және де сұйық майдың орнына сары майға қуырсаңыздар өте дәмді болады. Барлығын осылай жайғастырып аламыз, және де оттың астын баяулатамыз. Орташа отта 2 шетін қызартып пісіріп аламыз. Bir шеті піскеннен кейін екінші бетіне аударамыз, және де қақпағын жабулы күйінде пісіретін боламыз. 2 жақ шетін мен 4 минут аралығында қуырып алдым. Сонда жалпы 7-8 минутта пісіп шығатын болады. Екінші жақ беті піскен кезде осылай сырникиларыңыз көтеріліп, асты осылай қызарып, жақсылап піскеннен кейін осындай салфетканың үстіне сүзіп алатын боламыз. Таңғы асқа қаймақпен немесе тосаппен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Балаларыңыз да, үлкендер де сүйіп жейтін таңғы астардың бірі. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін болам. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қоя отырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін.